Баршаңызға қайырлы күн, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бұл біздің 2022 жылдағы алғашқы сабағымыз. Мен сабақтарымның видеороликтерін қарап отырсам, сіздерге көпше түрде сөздерді қалай көпше түрде өзгерту керек екенін айтпақпын. Яғни сол сабақты бүгін түсіндіріп өтуге шештім. Енді ағылшын тілінде өткен сабақтарында мен айттым, егер саналатын саусақпен саналатын заттар болса, біз оған артикль жалғаймыз деп. Мысалы, кітап болса, a book деп айтуымыз керек. Book деп айтқан дұрыс, бірақ сөйлемнің ішінде I have a book, менде кітап бар, яғни ол бір кітап бар екендігін білдіреді деп айтып кеткен болатынмын. Ал егер де кітаптар деп айтатын болсақ, не істейміз? Ол кезде біз сөзге s жалғаймыз. Яғни a book деген ол бір кітап болса, кітаптар деген books болады, яғни соңына s жалғанады. Алма an apple болса, алмалар apples болады. Үстел мысалы a table, бір үстел, ал үстелдер tables болып өзгереді дедім. Бұл енді жалпы негізгі ереже, бірақ кейбір ағылшын тіліндегі сөздердің өзі соңында s-қа аяқталуы мүмкін, екі s, ss-ке аяқталуы мүмкін, sh-қа аяқталуы мүмкін, ch-қа аяқталуы мүмкін, және x деген біздің әрпіміз бар ғой, екі қазақша мысалы х-ға ұқсайтын x деген әріп бар. Соған аяқталса, біз онда жалғыз s жалғай алмаймыз, es жалғаймыз. Мысалы, автобус деген сөз бар, бас. Бас деген ол бір автобус, ал автобустар деп қалай айтамыз? Buses. Яғни сіз даже логично былай ойлап қарағанда, бас деген сөз өзі s-қа аяқталып тұр, оған s жалғаса қалай ол бассыз деп айтамыз. Былай даже айтылғанның өзінде де ол ыңғайсыз естіледі. Сондықтан сондай нәрсе сөздерді бір құлаққа жұмсарту мақсатында жасалған болар деп ойлаймын. Buses деп біз оны es жалғау арқылы көпше түрдегі сөз жасаймыз. Мысалы, box деген сөз бар, ол коробка, яғни қорап. Box бір коробка болса, ал қораптар деп қалай айтамыз? Boxes деп айтамыз, Немесе тағы да, мысалы, dress деген сөз бар, көйлек, dress екі s-қа аяқталады. Dresses деп es жалғау арқылы біз көйлектер деген сөз шығарамыз. Енді бұл екінші нәрсе. Үшінші нәрсе, егер де сөз f-қа және fe деген әріпке аяқталатын болса, онда ол сөз ves деген сөз әріптер жалғану арқылы көпше түрдегі сөз шығарылады. Мысалы, бір сөзді, life деген сөзді алсақ, өмір, life, жизнь. Жизни деп айтамыз, өмірлер, адамның өмірлері деп мысалы, Ол кезде міне көріп тұрсыздар, life деген сөз fe-ға аяқталып тұр. Өмірлер болса lives болады, lives, ves деген әріптер жалғанады. Knife деген сөз бар, пышақ деген сөз, нож. Ол knife деп жазылғанмен басындағы кей әрпі оқылмайды, knife деп оқылады. Пышақтар деп айтатын болсақ, knives деп айтамыз, ves жалғаймыз. Келесі, егер де ағылшын тіліндегі бір сөз y-ға аяқталатын болса, мысалы, қандай сөз айтуға, осындай кезде сөзде ойына келмей қалады. Y-ға аяқталатын болса, онда біз ies жалғау арқылы көпше түрдегі сөз шығарамыз. Мысалы, family деген сөз бар, отбасы, семья, family. Отбасылар деп айтатын болсақ, families. Яғни біз оқыған кезде олай оқымаймыз ғой, мен сіздерге түсінікті болу үшін айтып тұрмын. Families деп айта саламыз, яғни families. Келесі, city деген сөз бар, қала, city, y-ға аяқталады, cities, қалалар, cities, қалалар болып табылады. Яғни бұл жалпы ереже. Енді бұл жерде ағылшын тілінде бір ерекше өзгермейтін сөз жоқ деймін, себебі әр жерден қарасаң ережеге бағынбайтын да сөздер табылып жатады. Ондай бұл зат есімдерде де ондай нәрсесіз болмады. Енді ерекше өзгеретін сөздердің қатарын мен қазір сіздерге айтып шығамын. Біріншісі, бізде бала деген сөз бар, child деген сөз бар, бұл бала, бір бала деген сөз, child, a child, бір бала. Балалар деген children болады. Children деген сөзді көп естіп жүрген шығарсыздар. Children деп айта беремін, балалар деген сөз. Яғни
кейбір жағдайда оқушылар қате жіберіп жатады. Children's деп ол көпше түрге ол қайтадан s жалғап одан көпше түр жасағысы келіп жатады ма, бірақ бұл ерекше өзгеретін дұрыс емес объяснениелердің қатары. Child, children, бала, балалар. Woman деген сөз бар, әйел адам, женщина. Woman, арқылы жазылады, деген әрбір woman. Ал әйел адамдар women, яғни арқылы жазылады, және оның оқылуы да өзгеше women деп оқылады. Келесі ер адам деген сөз бар, man, арқылы жалғанады. Ер адамдар men, арқылы көріп тұрсыздар, woman мен men ұқсайды, тек қана W мен O деген әріп бар, Келесі бізде тағы бір сөз бар, балық деген сөз бар, fish деген сөз. Бұл жерде енді ерекшелігі ол балық деген сөз ештеңе жалғанбайды, ештеңе өзгермейді, солай қала береді. Бір балық болса да біз fish деп айтамыз, көп балықтар болса да біз fish деп айтамыз. Fish болып қала береді. Келесі бізде тағы sheep деген сөз бар, қой, sheep. Қойлар болса да ол sheep болып қала береді. Келесі бір сөз бар, мысалы адам деген сөз, яғни адам бір адам болса, онда ол a person болады, persona деген сөзді естіген шығарсыздар, яғни ол person деген сияқты жазылып тұр, a person бір адам, адамдар болса people болады, people адамдар. Келесі аяқ деген сөз бар, аяқ деген яғни табан жақты айтамыз біз, foot болады, ол foot. Бір аяғымыз болса, бір аяқ, екі аяқ деп айтатын болсақ, ол feet болады, яғни feet, екі o арда и болып кетеді. Келесі бізде тіс деген сөз бар, яғни бір тіс, менің бір тісім бар деп айтатын болсақ, a tooth деп айтамыз, tooth, тіс, бір тіс. Ал егер тістер болса, teeth болады. Енді бұл жерде түсінікті, біз деген менің тістерім бар, менің тісім бар деп айта береміз, ол бір тіс болсын, жалпы тіс болсын, бірақ ағылшын тілінің өзінің сондай заңы бар. Tooth, бір тіс, teeth, тістер, Келесі тышқан деген сөзді алайық. Mouse деген сөз тышқан, mouse, бір тышқан. Егер тышқандарыңыз көп болса, онда біз оны mouses деп айтпаймыз, mice деп айтамыз. Mouse, mice. Келесі бізде жапырақ деген сөз бар. Бір-ақ түйір жапырақ болса, leaf деп айтамыз, leaf. Ал жапырақтар болса, leaves болады, leaves. Келесі сияқты, мына нені айтып кетейін, big деген сөз бар ғой, big. Қазақшасын ұмытып қалып тұрмын, big деген яғни an ox болса, ал көпше түрде ол oxen болады, en жалған кетеді. Мына ең негізгі біздің күнделікті қолданатын, осы қолданысқа жүрген сөздер осылар, Жаттап алыңыздар, сіздерге керек болады, себебі ағылшын тілінде сөйлем құраған кезде осы сөздерді көбінесе қате айтып жатады, көбісі қате айтып жатады. Сол сұрақтарыңыз болса, маған жаза кетіңіздер, комментарийға видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Маған лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар. See you soon. Bye.